Аман болсақ, тірі болсақ, 20-30 жылдан кейін деменция, слабоумие, кем ақылдылық көбейеді өкінішке орай. Бұл туралы кәдімгі ғылыми ақпараттар бар, болжамдық зерттелген. Бұл туралы осы салада жүрген мен сияқты дәрігерлер де айта алады, ауыз толтырып. Деменция, кем ақылдылық, ұмытшақтық көбейеді, өкінішке орай солай. Оған алып келетін себептер қазір екінің бірінде стресс, екінің бірінде депрессия, екінің бірінде ұйқысыздық, екінің бірінде жоқшылық, соның салдарының барлығы деменцияға алып келеді. Енді не істейміз, выход қандай? Әрине алдын алу үшін дәрігерге барып қаралып керекті анализдер тапсырып, биорежиміңді дұрыстау, тамақтану, ұйықтау, витаминный комплекс, гормональный фон, эмоционалдық жағдай барлығын дұрыстау. Және ең бастысы әлеуметтік желілерді азайту керек. Threads, жаңағы TikTok, Instagram, тағы басқа. Қазір екінің бірі үлкен, кішкентай бала, үлкен адамға үшін бүйтіп отырады, лентаны ақтарып отырады. Бір күнде мыңдаған, миллиондаған информация қабылдайды. Оның барлығы миға нагрузка. Көп нагрузка, соның бәрі деменцияға алып келеді. Мен мүлдем тоқтатса демеймін әлеуметтік желіні. Азайту керек. Керекті ақпараттарға тіркеліп, қабылдап, бір күнде какой-то шамалы ғана уақыт қалдырып әлеуметтік желіге. Қалған уақытта кітап оқып, спорт, таза ауа, стрессті азайту керек. Өкінішке орай солай. Ауырмаңыздар, деменция болмайық. Денсаулық мықты болсын.